Түркістан қаласы ауруханаларына 3 жылдан бері емделушілерді тіркелген жерінен тартып алу сәнге айналған секілді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің заңнамасына сәйкес, әр адам өзі емделетін аурухананы өзі таңдауы тиіс. Алайда біздегі жағдай олай болмай тұр. Редакциямызға көптеп түсіп жатқан арыздардың ішінде өздері тіркеліп тұрған емханадан басқа емханаға ауыстырып жібергендігі, ал өздері таңдаған емхана оларды қайта қабылдамай жатқандығы туралы бірнеше хат бар. Солардың бірі 2-ші топ мүгедегі Есенбеков Талғат деген азаматтың хатына мән берейік. Менің 6 баламды Талғат клиникасы, өзімді, жұбайымды және үлкен ұлымды Ақзере поликлиникасы тартып алды. Түркістан қалалық балалар ауруханасы басшысының орынбасары Ибадуллаев мырзаға кіргенімде 2019 жылғы сіздің балаларыңызға бөлінген мемлекет қаржысы Талғат және Ақзере клиникасына бөлініп қойды. Осыған орай балаларыңызды ауыстыратын жағдайда қаражатымен қоса ауыстыру қажет болады. Мен өзі бұл жұмысқа жаңадан келдім. 1 жыл шыдай тұрыңыз деп қайтарды. Әділет департаментіне барғанымда арызымды жаздырған қыз, бұндай арыздың бүгіндікке 3-еуі түскендігін, тіркей берсе бастығы ұрсатындығын алға тартып, басшысына кіріп кетті. Бастығы мені шақырып алып, арызыңды қайтып алып кет. Мен 3-ші қалалық аурухана меңгерушісі Сыздықова Ақмаралға хабарласып қойдым. Сол кісі тіркеп жасап береді. Кете беріңіз деп шығарып салды. Ақмарал ханымға келгенімде ол кісі орнында жоқ. 1 сағаттан астам уақыт күткенімде хатшы қыз басқа бір бастығына хабарласып, ол кісінің тіркемеңдер, өз мәселесі деп жатқандығын айтты. Бұл жағдайдың қайталануына 3-ші жыл, деді ол өз жағымында. Осы жағдайдан кейін Талғат клиникасының басшысы Мақсат мырзаға барып, журналистік сұхбат жүргізіп қайттық. Бізде 15-ші сентябрь мен 15-ші ноябрь арасында жаңағы еркін таңдау бар ғой, поликлиника. Еркін таңдау болу керек. Еркін таңдау болу керек, иә. Бірақ енді бұл жерде білемін, енді қандай ошибкамен тіркеліп кеткенін ол жерде. Бірақ біз қайтадан өзі тіркеп бере аламыз оларға. Соны қайда жұмсалады? Ол ақша, біріншіден, ешқашан науқасқа берілген ақша, 1 жылдық жаңа жер жазып қойыпты, қаржысымен бірге аудару керек деп. Жоқ, бұл қате ұғымда. Оны біз айтқан жоқпыз ол. Жоқ, мына жер жазып қойыпты да, мысалы, Талғат клиникасының, Түркістан қалалық емханасының орынбасары Ибадуллаев мырза кіргенде дейді. Ибадуллаев мырза айтқан, біз айтқан. Қаржысымен бірге инвестиция жоқ, арыз айтып тұрған кісі. Осы жерде көрсетілгенде, мысалы айтады, қаржысымен бірге деп. Ешқашан көрсетілмеген қызметке алдын ала ақша аударылмайды. Біріншіден, бұл науқас бізге тіркелгенімен, егер де біз оған ешқандай көмек көрсетпесек, тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етпесек, мемлекеттен берілген, бізге ешқандай қаражат аударылмайды. Одан кейін бұл жерде қазір тағы да бір қате ұғым, ақшаны соларға аударылып кетті, біз енді сіздерге көмек көрсете алмаймыз. Жоқ, халыққа 2 рет мүмкіншілік берілген. Біріншісі науқан кезінде, егер ұнамаса, келесі жылдан бастап, мысалы 15 сентябрьден 15 ноябрьге дейін еркін таңдау ма, мысалы, таңдады хорошо, бірақ ол оған ұнаған жоқ ол емхана. Или дәрігер ұнамайды. Ол дәрігер немесе емханасын қайттан ауыстыра алады келесі жылы, мысалы осы жыл 1 қаңтардан бастап. Бұл ауыстыру құқығына кез келген ошибкамен тартылып кете береді, мен түсінбеймін. Мына кісі ошибкамен тартылды. Мына кісі ошибкамен тартылды. Бұндай деген хабарласып жатқан адам жетерлік. Оның барлығы неге ошибкамен тартылды? Неге Талғат пен Ақзере екеуіне тартылып кете береді ол? Жоқ, мысалы бізде 3,5 мың адамды тартып алды, например. Кім тартып алды? Ақзереңіз бар, Мкуту бар, Ақмарал бар, Шынос бар. Сол кісілер сізден тартып алды ма? Бізден 3,5 мың адамды тартып алды, мысалы. Тартып алуға болады деген сөз ғой сонда. Тартып алуға болады деген кезде науқан кезінде. Науқан кезінде тартып алған болады деген сөз ол заңсыз емес, заң жүзінде, конечно, болады. Болады ма? Заң жүзінде тартып алуға болады. Заң жүзінде, егер де ол науқастың еркімен. Науқастың еркімен ғана. Науқастың рұқсатымен. Науқас өз қолымен өтініші жазу керек. Сізге олар кісілер өтініш, олар кесін, содан кейін сіз оларды ауыстырып бере аласыз. Жоқ, негізі былай. Қалай? Жаңа айтқан мәселе бойынша келесі жылдан бастап, мысалы осы жылы 1 қаңтардан бастап олар қайта тіркелу құқығына ие. Заң жүзінде. Енді ол кісілер... Енді жылда сіздер тартып аласыздар. Өйткені бұл 3-ші жыл қайталанып болып отқан. Бұның алдында қай жерде қызмет жасадыңыз? Алматы қаласында. Алматыда жасадыңыз. Ол жақта бұндай заңсыздықтар болады ма? Демек бұл тек Түркістанда ғана. Тек Түркістанда деп енді мен Түркістан үшін жауап бере алмаймын, бірақ мен Алматы қаласында ондай жоқ деп айта аламын. Ондай жоқ, сізден бұл үшін не істей аласыз? Не істей аласыз деген? Бұл тіркеліп кеткен адамдар не істейміз енді? Көп сан жоқ. Тіркеліп кеткен адамдарды егер де өз еркімен қайттан басқа емханаға тіркелеміз десе,
онда біз онда сіздер неге газетке, телевидениеге хабарламайсыздар, осындай тартылып кеткен бір қателіктер кетіп жатыр екен, өздеріңіздің таңдауларыңызда деп? Ол айтылған, ол да біледі ғой. Білмейді. Тартылып кеткендерін емханаға емделуге барғанда бірақ біліп отыр. Ал білмейтіндер үйінде жатыр. Жоқ, егер де бізден шығу керек болса, қай жерге барып тіркелгісі келеді, сол жерге барып тіркеледі. Ал тіркелмей отыр ғой енді. Олар тіркелмей отқан, олар жаңағы қаражат, олар айтып тұрған мәселесі қаражат аударылып кетті деп. Жоқ, перерасчет деген бар еще, тағы да айтайын, перерасчет деген бар. Өйткені мысалы бір поликлиника, екінші поликлиниканың тұрғындарына көмек көрсетсе, ол жыл көлемінде ол ақшаны қайтадан сол неге аударып береді. Қай жер көмек көрсетті, сол жерге аударады ақшаны. Сол жерге аударылады. Бұл жерде Ибадуллаев мырзамыз білмей тұр ғой сонда. Білмей тұр деп айта алмаймын, но бірақ мен білетін нем солай мәлімет. Өйткені перерасчет деген әртүрлі врач өз мамандығы бойынша әркім өз несінде біледі ғой, бірақ оныкі қате ұғым деп айта алмаймын, но менің білетінім что перерасчет деген жасалады. Сіз бір жерін айтсаңызшы, Ибадуллаев мырзаның бұл жерде айтып отқан дұрыс емес пе сонда? Мен біреу үшін жауап бермеймін. Енді айтып отыр ғой, арызда көріп отырсыз. Сол нақты ма, нақты емес па? Сонымен келіспеймін просто. Келіспейсіз ол сөзбен, ол қате ұғым. Түсінбегеніміз екеуі де басшы дәрігерлер. Ал айтылып отырған қаражат жайлы сөздері екі түрлі. Бұл туралы тағы да журналистік зерттеулер жүргізіп, назарларыңызға ұсынатын боламыз.